Қайырлы күн, бүгін өте дәмді тіл үйірер қытырлақтың рецептісімен бөлісетін боламын. Міндетті түрде видеоны соңына дейін қарап, каналға тіркелуді ұмытпаңыздар. Бізге алдымен жұмыртқаның сарысы қажет болады. Оған шым-шым тұз, шым-шым ас содасын саламыз және қантты қосып, жақсылап араластырып, кейін електен өткізе отыра, ұнды себеміз қажетінше. Одан кейін қамырды илеп, екіге бөлеміз. Кейін екіге бөлінген қамырды кезектен алып жаямыз. Шұқалау етіп жайғандарыңыз дұрыс болады. Қамырды алып жақсылап шұқалап жайып аламыз. Дайын болған қамырды осылайынан бір бүктеп, кейін кескіштің көмегімен кесеміз. Арнайы онда кескіш болмаса, пышақтың көмегімен де жасай берсеңіздер болады. Маған осылайынан кесіп, орап жасаған оңайырақ, әрі ерекше болып көрінеді. Барлығын толықтай осылай кесіп аламыз да. Қамырымыздың ортасын ашып, бүктелген қамырымызды осылай қолымызбен осылайынан орайтын боламыз. Негізінде өте оңай. Одан кейін қызып тұрған майға сала отырып, екі жағын аунатып, пысырып аламыз. Міндетті түрде жасап, каналға тіркелуді ұмытпаңыздар. Өте дәмді қытырлақтың түрі болып келеді. Нағыз шайға керек тәттінің бірі.